Сәлеметсіздер ме, ата-аналар, және менің сүйікті де ақылды 1 Д класында оқитын оқушыларым. Еліміздегі болып жатқан төтенше жағдайларға байланысты биылғы оқу жылының 4 тоқсанында ерекше түрде білім алғалы, яғни қашықтықтан оқығалы отырмыз. Ал оның табысты болуы өздеріңізге байланысты. Себебі қашықтықтан оқығанда сендер өз беттеріңмен білім алатын боласыңдар. Күн тәртібін сақтауға үйренесіңдер. Кітап оқуға көп уақыттарың болады. Ата-анаңмен бірге оқып, қабілеттеріңізді көрсетуге мүмкіндіктеріңіз артады. Ең алдымен Дінмұхамедім, Маликам, Раминам, Аянам, Әлиям, Дилназым, Байсұлтаным, Адинам, Айымым, Әсемім, Аделям, Мирасым, Аршатым, Адинам, Зейнебім, Аяруым, Парасатым, Каусарым, Данарам, Қалдыгүлім, Арманым, Дидахметім, Мұхтарым, Бекнұрым, Сезімім, Азизім, Адиятым, Жангүлім, Каусарым. Сіздерге шыдамдылық, еңбекқорлық, сабырлылық сақтап, қашықтықтан білім алуда жалықпай, ерінбей дегім келеді. Пән мұғалімдері тапсырма берген кезде белсене отырып, өз мүмкіндіктеріңізді көрсетіңіздер. Мен сіздерге сенемін. Мен сіздермен мақтанамын. Біз біргеміз. Ұстаздарыңыз Сәуле Жанболатқызы.